Пайғамбардың 7-ші қатқа көтерілуі. Алдынан 7-ші қат аспан қақпасы ашылды. Бұл аспанның астына 7 қабат көк пен 7 қабат жер бірақ сыйып кеткенде екен. Бұл бос кеңістікті көріп, пайғамбарымыз ойланып қалып еді, Жебірейіл періште. Бұл Қасым деген алып періштенің орны. Ол Құдайдың әмірімен 7 қат аспан, 7 қат жерді түгел меңгеріп тұрған. Ол періште әдепсіздік жасап қойды. Оның ойына тәкаппарлық кіріп, пайғамбардың денесі менің жанымда тозаңдай ғана екен деп ойлады. Сол үшін Алла оны орнынан қуып жіберді. Енді ол сенің дидарыңды көру бақытынан айырылды. Енді қалған ғұмыры құсада өтеді деді. Пайғамбарымыз Қасым періштеге жаны ашып кетті. Ол қолын жайып, я жасаған, Қасым періштенің ағаттығын кеше көр, оны орнына қайтар, дидарласайын деп жалбарынды. Сол кезде Жебірейіл, ұлық Алла сенің құрметіңе ол періштенің күнәсін кешірді деп хабарлауы мұң екен, алып періште қасына шаттанған халде жетіп келді. Ол пайғамбардан кешірім сұрады. Пайғамбарымыз да оны құшақтап, ұлық Алла кешірімді жақсы көреді деді. Қасым періште пайғамбардың жанына келгенде өзінің шыбындай ғана тұрқын көрді. Пайғамбардың рухы аспан асты жер үстін түгел орап шарпып тұрды. Астамшылық ойлаған үшін ұяттан өліп кете жаздады. Сапар жалғаса берді. Бір кезде бір топ адамды көрді. Олардың үстіне нұр сәулесі түсіп тұр екен. Жүздері жайдары, алдарынан үлкен дастархан жайылыпты. Дастарханда пайғамбарымыз бұрын соңды көрмеген ас тағамның түр-түрі толып тұр. Бір топ періште оларға қызмет көрсетіп ұшып жүр. Пайғамбар, бұлар кімдер деді. Сол кезде Жебірейіл, бұлар жомарт жандар. Алла олардың кең пейіліне риза болып, оларға өзінің де жомарттығын паш етіп жатыр. Пейілі кеңге хақ тағалада мол дастархан жаят деді. Пайғамбар олармен құшақтасып амандасты. Бірге отырып дәм татты. Сол кезде пайғамбар, ей жасаған, жомарт қолдарыңды үмбетіме көбірек жібергейсің деп асқа бата жасады. Бір кезде алыстан мұнартып тұрған айшықты көрді. Жақындап келсе, үлкен мешіт екен. Жебірейіл, бұл аспан мешіті, Бәйтул Мағмұр деп аталады. Алла тағала әлемді жаратқанда осы мешітті қоса жаратты. Жер бетіндегі Бәйтул Мұқаддас осы үлгіде салынған. Бұл жерде қисапсыз періште Аллаға мадақ айтып, құлшылық етеді. Сауабын сенің үмбетіңе бағыштайды деді. Мешіттің бір қақпасы алтыннан, бір қақпасы күмістен салынған. Зікірге жиналған періштелер алтын қақпадан кірсе, қайтарда күміс қақпадан шығады. Мешіттің бір қабырғасы алтыннан, бір қабырғасы күмістен, бір қабырғасы гауһардан, бір қабырғасы жақұттан жасалыпты. Пайғамбарымыз мешіттің ішіне кірді. Зүлкайыл атты періште имам екен. Ол пайғамбарға сәлемдесіп, «Уа Алланың елшісі, біз сенімен бір дидарласуды аңсап жүредік. Бүгін Құдай сәтін салды» деді шаттанып. Пайғамбар намаз оқығысы келді. Ол Зүлкайылға, «Имам болыңыз» деп ізет көрсетті. Періште, «Уа Мұхамбет, сенің алдыңда біздің имам болғанымыз жарамас. Біз саған ұйық, сен намаз бер. Сенің дәрежең бізден ұлық. Біз сіздің нұрыңыздан жаралғанбыз. Имамдыққа сіз лайықсыз» деді. Пайғамбар ізетпен михрабқа келіп тұрды. Зүлкайыл әсем даусымен құйқылжыта азан шақырды. Сол кезде мешіттің іші періштелерге тола бастады. Періштелер көбейген сайын, мешіттің көлемі де үлкейіп, кеңейіп кете берді. Пайғамбар мешіттен ұзаған кезде тағы бір адамдарды көрді. Олардың алдында дастархан жаюлы екен. Бір жағында жақсы, дәмді тамақтар тұрды. Екінші жағында сасық, шіріген тағамдар тұрды. Олар адал асқа қол созбай, тек шіріген асты жеп отыр. Беттері ұяттан қызарып кеткен екен. Пайғамбар, бұлар кімдер деп сұрады. Жебірейіл, бұлар өздерінің отауында адал жары болса да, бөтеннің әйеліне көзін сатқандар. Адал жарының намысын таптаған үшін о дүниеде адал асты жей алмай қор болады. Олардың мәңгілік азығы шіріген тағамдар деді. Пайғамбар адал жайылған астан ауыз тиіп, жарына адал болу менің сүндетім. Соған бекем болған үмбетімнің ақыретте де жейтін асы адалдан болсын деді. Бір уақытта пайғамбардың алдынан бір есек кездесті. Оның маңдайы ісіп, бет-аузынан қан сорғалап тұр екен. Құйрық жүндері жұлынып, алба-жұлба кейіпте бір жаққа кетіп бара жатты. Пайғамбар, мына есекті кім сабаған? Құйрығы қайда деп сұрады. Жебірейіл, Құдай тағала мал-мүлікті есектің кейпінде жаратқан. Дүние қоңыздар есекті ұстаймыз деп үнемі соңынан қалмай қуалайды. Есек оларға жеткізбейді. Олар хайуанға жете алмай, құйрық жүндерін жұлып, жамбасын қанатып тастаған деді. Ал есектің үсті басы неге қан жоса? Мал-мүлік ақжүрек момындарға үйір болады.
Олар қайда барса да ізінен қалмай еріп жүреді. Ақжүрек адамдар мал-мүліктің алдамшы екенін жақсы біледі. Оны жанына жуытпайды. Есек оларды қуып жеткен сайын, момындар оны басынан сабалап, қасынан қуып жібереді деді. Пайғамбар одан өткенде бас-аяғы жоқ ұзын сонар керуенге тап болды. Тізбектелген қисапсыз түйелердің үстіне жүк артылған. Пайғамбар: «Уа Жебірейіл, бұл қандай керуен?» деп сұрады. Сол кезде Жебірейіл періште: «Бұл керуен мен жаралғалы бар. Содан бері тоқтаусыз ағылып жатыр. Әлі соңы көрінетін емес. Сыры бір Аллаға ғана мәлім» деді. Пайғамбар керуенді көргісі келді. Түйелерге тек жұмыртқа артылыпты. Пайғамбар Алланың құдіретімен Жебірейіл екеуі бір жұмыртқаның ішіне кіріп кетті. Қараса, жұмыртқа дегені өзінше бір әлем екен. Олар сол әлемді шарлап келіп, күмбезі үлкен бір мешітке бас сұқты. Онда бір қарт ғалым жас балаға: «Ақырдың кезінде Мұхамбет есімді соңғы пайғамбар дүниеге келеді» деп болашақты болжап отыр екен. Пайғамбар мына көрініске қайран қалды. Сол кезде Жебірейіл періште: «Алланың жаратқан әлемі сансыз. Оның есебі бір Аллаға ғана аян. Бұл хикметтерді жүрек көз ашылған даналар ғана түсінеді» деді. Пайғамбар да Алланың шексіз құдіретіне таң қалды. Осылайша олар тағы бірнеше жұмыртқаға кірсе, әрқайсысында бөлек-бөлек әлем, сан түрлі халық бар екен. Пайғамбар мен Жебірейіл керуеннен өтіп сапарын әрі қарай жалғастырды. Осы жерде пайғамбар үшін тағы бір қызықты оқиға болды. Кенеттен пайғамбардың құлағына баспалдақтан түсіп келе жатқан адам жүрісінің дыбысы естілді. Алланың елшісі: «Бұл не дыбыс?» деп сұрады. Сол кезде Жебірейіл: «Бұл Біләл сахабаң ғой. Ол мұсылмандарды намазға ояту үшін азан шақыруға кетіп бара жатыр» деді. Пайғамбар таң қалып тұрып қалды. Себебі ол кезде әлі намазға азан шақырып ояту салтқа енбеген еді. Біләлдің азан шақыруы мұсылмандар Мединаға барған соң ғана сүндетке енген еді. Жебірейіл: «Ей Мұхамбет, азан айту болашақта үмбетіңе парыз болады. Азанның дауысы 7 қат жерге, 7 қат көкке жетеді. Оның даусын естіген періштелер қуанады, жын-сайтан қайғырады, қорқады. Бұл Алла үшін ең жағымды дауыс. Азанның дауысы қияметті қашық етеді. Үмбетің азан айтуды тоқтатқанда, қиямет қайым орнайды» деді.